Бер қолды. Әкел. Ай, молодец. Қайырлы таң қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бүгін 2,5 келідей қорғасын жиналды. Соны металла приемкаға, темір өткізетін жерге өткізейін деп, соған таңертең жолға шыққам. Как всегда сол векпен ғой. Өзім қорғасынды өткізіп көрмеппін бір рет. Соны енді біз жақта қорғасынды алмайды, кішкене алыстау жерге апарып өткіземіз. Мен қазір бүкіл жинап жүрген мыс болсын, темір болсын, сорды осы жаңа жылға дейін біртіндеп өткізейін деп шештім. Яғни мыстан бір шама жиналды, алюминий электротех болсын, банканы өткізіп тастадым. Сол банканы да жинаймын. Сол көп нәрселерді видеоға түсірмей жинап жүрмін. Соның бәрін қомақты ақша шықсын деп, бәрін осы октябрьде өткіземін деп жүрмін. Қазіргі мендегі план бүкіл үйдегі түрлі түсті металл, латунь, мыс, алюминий электротех, алюминиевая банка жинаған бәрін өткізу болып жүр. Осы октябрь қазан айында жартысын өткізсем, сосын келесі айда соңынан ана латунь мен мысты өткізу ойда бар. Соларды өткізсем, сосын жұмыс істеп, шыққан бір ақшасына ақша қосып, бір японский мопед алу, сосын ютубты кішкене өзгерту, басқа бір тақырыптарда, орысша айтқанда, ағылшынша айтқанда ниша дейді ғой, соны кішкене өзгерту ойда болып жүр. Соны қазір қорғасынды өткізіп көрейік. Мен ютубты ең басында қыста түсірдім емес па, алғашқы видеомды шатаспасам қыста бір телевизор тауып, соны разбор болды. Қазір күнде қанша бір 20 шақтыдай видео шықты емес па. Соны ойламадым адам жинайды деп. Так, қанша? 95 адамға жетіппіз. Ол жақсы көрсеткіш. Күшті. Адамдар біртіндеп жиналып жатыр. YouTube біртіндеп дамып жатыр. Біздің Қазақстанда енді түрлі видео түсірсек. Кәнде күшіктер. Аржаны мамасы тұр.
Бер жақта металлом бар екен, қара темір 100 теңге деп қойыпты. Қалған жазылмаған. Қазір ар жаққа кеттік. Ол болмаса осы жерге өткізем. Радуга. Скамейкаға келіп отырдым. Ақшаны алдым, қорғасын өткіздім. Соны қазір көрсетейін. Так. Так, 2500 теңге, 1000. Сосын ұсақ тиындар. Қазір санап көрейік. Так, тиындар 50, 150, 200, 30, 40, 50, сосын 60, 70, 80, 90, 100, қанша? 310 ба? 1300 теңге шықты. Яғни менде 2 келі 600 граммды көрсетті весы. Содан 1300 теңге шықса, сонда 2-600 келі болды. Қорғасынның бәрін өткіздім. 1300 теңгеден де жинаймын. Ал енді үйге қайтайық. Негізі қорғасында жинау оңай болған жоқ. Қыстан бері жинадым. Бұның бәрі үлкен еңбек. Ойлайсың көп ақша шығады деп, бірақ азғантай-ақ шығады. Үйге қарата енді ұшып баратырмын. Достар, жолның шетінен не табылды анау? Цепочка. Алтын ба, алтын емес па, білмеймін, пробасы жазылмаған. Үйде барып тексеріп көру керек. Мыс деп ойлаған, басында сөйтіп өтерсем, осы цепочка болып шықты. Қазір үйге барып тексерейін. Осымен бүгінгі қысқаша видеомыз аяқталды. Келесі видеода көріскенше күндеріміз сәтті өтсін.